Сәлем достар, Шотландияның Глазгоу университетіндеміз. Біз дидар оқып жатқан Ұлыбритания бойынша алғашқы ондыққа кіретін, ал Шотландия бойынша бірінші орында тұрған білім саласы бойынша Глазгоу университетінің ғимаратындамыз. Білім саласы бойынша деп айтып өткенім, education деген салада өзінің PhD докторантурасын жасап жатқан, болашақ бағдарламасы бойынша оқып жатқан Дидар Мұратұлы дәл қазір менің қасымда отыр. Дидар, саған көптен көп рахмет, сұхбат беруге келіскеніңе, бізді құшақ жая қарсы алғаныңа. Сіздерге рахмет, осындай мүмкіндік туғызып, сұхбат беруге шақырғаныңызға. Дидар бауырым бір ерекше тақырыпта зерттеу жасап жатыр дәл қазір. Дарынды балаларға арналған Қазақстандағы жүйе туралы зерттеу жасап жатсың, Жалпы солай деуге болады. Нақты тақырыбыңды айта кетесің бе? Тақырыбым дарынды балалардың даму жолында жоғары оқу орындарының рөлі. Осы тақырыпта қазір зерттеу жұмысын жасап жатырмын. Бұл зерттеуді жасауыма түрткі болған негізгі себептердің бірі, мен өз басым енді Қазақстан тұрғысында дарынды мектептің түлегі болып саналамын. Және де университетте дәріс беру барысында бізде inclusive education, яғни инклюзивті білім беру деген курс болатын. Сол курсты мен өзім жүргіздім, болашақ мұғалімдерге деп айтайық. Сол курсты жүргізу барысында тақырыптардың бірі осы дарынды балалармен жұмыс тақырыбы қозғалды. Және де студенттердің арасында жалпы айтқанда былай топтағы үздік немесе көпшіліктен өздерінің жаңағы ерекше көрсеткен студенттер болды. Соларды мен толығырақ сұрастырып жатқан кезімде олардың біразының Назарбаев зияткерлік мектеп түлектері екендігін, және де жаңағы білім инновация лицей түлектері, қазір бұрынғы КТЛ деп аталады. Сол студенттер, яғни бұрынғы дарынды мектептерді бітіріп келгендігін аңғардым. Соған қарағанда менде қызығушылық пайда бола бастады. Яғни бұл оқушылар мектеп кезінде белгілі бір дайындықтан өтті, кезеңнен өтті. Олар үшін бір жаңағы қолдау жасалды, мемлекет тарапынан болсын, инвестиция құйылды қаншама. Енді сол жол, сол жоба жоғары оқу орындарында жалғасын тауып жатыр ма деген сұрақ туындады. Сол мақсатта университеттер осы салада, яғни осы дарынды балаларымызға қандай да бір ықпал жасап жатыр ма, қандай да бір көмек жасап жатыр ма, соны бір анықтап білгім келіп отыр. Өйткені көп жағдайда бұл оқушылар көмектен тыс қалатын себебінің бірі дарынды балалар, олардың ерекше қажеттіліктері жоқ деген ойда болады көбіміз. Өйткені олардың мысалға оқу барысында беспен оқуы мүмкін, немесе өте тиянақты сабағын оқуы мүмкін. Сол себепті қажеттілік жоқ деп ойлайды көп адамдар. Ал ондай кезде көбінесе жаңағы артта қалып бара жатқан оқушыларға, немесе жаңағы қаржылық жағдайы төмен отбасылар деп айтуға болады, сондайларға көбірек көңіл бөлуге тырысады. Жалпы инклюзия саласында осындай тақырып кезінде дарынды балалар осы шеңберден тыс қалып жатады негізінде. Негізі біз ол дарынды балалардың да өздерінің қажеттіліктері бар екендігін ескеруіміз керек. Біз тек мектепте ғана емес, менің ойымша ол университетте де ескерілу керек. Соған сай қандай да бір жұмыстар жасалып жатқандығын анықтағым келіп отыр мен қазір зерттеу жұмысымен. Дидар, осы жерде сұрақ туады мынадай. Жалпы Алла тағала бәр адамды бірдей жаратты ғой, біреуін дарынды, біреуін дарынсыз қылып емес, бәрі бірдей. Бірақ бала қалай дарынды болып кетеді? Немесе қатардағы қалыпты деңгейде қалады? Осы дарындылық пен дарынсыздық деп айту енді өте бір әбестік болар. Сол бір ара жігін теория жүзінде қандай бір анықтамаларын таптың осының? Енді өте орынды сұрақ бұл. Жалпы теория тұрғысынан келетін болсақ, әу баста мынау 20 ғасырдың басында деп айтайық, мынау қазір IQ тест деп атайтын нәрсеміз бар ғой. Сол тест әу баста Бине деген ғалым бар, француз. Сол кісінің бастамасымен бастау алған.
ол кісі әу баста негізі оқу деңгейі төмен оқушыларды анықтау немесе жаңағы ақыл ойы төмен, жаңағы айтамыз ғой, кемістігі бар дейтін балаларды анықтау мақсатында басталған тест болатын. Бірақ өте келе, заман өте келе, басқа ғалымдар бұны түрлендіріп, дамытып, осындай IQ тестті ортаға келуіне себеп болды. Заман өте келе бұл тест одан ары дами бастады. Әрбір зерттеген ғалым бұған қосымша өздерінің жаңағы нәтижелерін қоса бастады. Мысалыға кейбір ғалымдар айтады, біз баланың хронологиялық өсу деңгейі бар дейді, және де жаңағы миының IQ деңгейінің өсуі белгілі бір қалыпта жылдам өседі, белгілі бір қалыпта да баяулай бастайды дейді. Тура мысалға біз кішкентай кезде жылдам өсіп келеміз, 25-ке келгенімізде бойымыз тоқтайды өсуге деген сияқты. Сол секілді бұл IQ-дың да өзінің ерекше есептейтін құралдары бар. Және де мынау 60-шы жылдардан бастап, өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап мынадай қосымша теория, былай айтайық, IQ-ға қатысты бүкіл зерттеулер ол unidimensional деп аталады модель. Одан кейін multidimensional деген теория шықты ортаға. Бұл жердегі негізгі ой, яғни дарындылық тек қана IQ-мен шектелмейді. Яғни оның ол жерде баланың жан-жақты қабілеттері бар екендігін ескеру деген мәселелер ортаға келді. Баланың орналасқан ортасы деген мектеп болуы мүмкін, немесе жаңағы университет болуы мүмкін, басқа да яғни социологиялық орта, қоғамдық ортада адам соған қарай бейімделіп пісе бастайды. Сол тұрғыдан бірнеше ғалымдардың соның арасында қазір Рензули деп айтайын, қателеспесем, Рензули деген ғалымның мынадай теориясы бар. Дарындылық дейді, үш компоненттің бірігуінде нәтиже береді дейді. Ол үш компоненттің біреуі task commitment, яғни бір іске беріліп жұмыс жасау, сол мақсатқа жету, жаңағы соған бір уақыт бөлу, және де жауапкершілік қой, былайша айтқанда, иә? Жауапкершілік та, яғни былай айтайық, жалпы популяциядан сенің бір қабілетті бір істі істеуге сәл икемің жоғарырақ. Керемет болу шарт емес. Кішігірім ғана сенің бір қабілетің, икемділігің жоғары болады. Содан кейін сол қабілетке қатысты, жаңағы айтып отқандай, жауапкершілікті ала отырып жұмыс жасау. Осының нәтижесінде, яғни біреуі жоғары, біреуі төмен емес, барлығының араласып отырып нәтижесін беретін осы дарындылық деп анықтап береді ол кісі. Басқа бір ғалымдар бар, бұл пікірді қолдайды, басқалар бұл пікірге қарсы білдіретін нәрселері бар. Тағы бір теориямыз бар, айта кететін, ол schoolhouse giftedness деп аталады. Schoolhouse giftedness бұл тура біздің қазақстандық оқу жүйесіндегі, яғни мектепте бестікке оқу, мектепте жақсы оқу, мектепте жақсы оқыған бала, бұл дарынды бала деген бір түрі. Екіншісі creative productive giftedness деп аталады. Бұл жақта негізгі дарындылық соңғы өнімге, яғни нәтижеге, продуктқа бейімделген. Осындай теориялар бар ортада. Енді бұл туралы сөз қозғай берсең, шынымен де өте көп ғалымдар зерттеу жасай берген. Немесе қолдайтын теорияларды таба бересің. Иә. Маған мысалға тағы бір айта кететінім, өте маған өзіме көңіліме жақын болған бір теория бар. Ол тоже америкалық Роберт Стернберг деген ғалымның теориясы. Ол айтады, жаңағы IQ жоғары болған адам дарынды емес дейді. Оның ойынша қоғамға, өзінің өмір сүріп жатқан қоғамына пайдасын тигізген адам, өзінің қоғамына жанашыр адам дарынды дейді. Дарындылықты мен солай сипаттаймын дейді. Яғни қарап тұрсаңыз, яғни альтруизмнің бір сипатына жақын, бірақ бұл жерде жаңағы сен бай болуың шарт емес та. Сенің бір белгілі бір салада дарындылығың бар болса, қабілетің бар болса, сол қабілетіңді қоғамның пайдасына жұмсай алсаң, мысалға айтарлық химия саласында сен бір жақсы білімің бар, сен енді сол біліміңмен басқа химияны онша білмейтіндерге көмектесу арқылы болуы мүмкін, немесе қосымша сабақ беру болуы мүмкін. Енді мен өзім педагог ретінде, мысалында сол педагогика саласында болмақ,
бірақ жалпы айтқан кезінде онымен шектелудің де қажеті жоқ. Қай салада адам өзінің қабілеті дамыған болса, сол салада қоғамға пайдасын тигізе алған жағдайда ол кісі дарынды деп сипаттайды жаңағы Роберт Стернберг деген ғалым. Дидар, сен педагогпын деп жақсы айтып қалдың, е? Өзің Қазақстандағы БИЛ жүйесі дейік, білім инновация лицейлерінің бірінде оқып бітірдің, бітірумен ғана шектелген жоқсың, сен сол жерде сабақта бердің, ұстаз болдың кәдімгідей, педагог ретінде айтшы енді, жалпы баланы қай жастан бастап қатты көңіл бөліп дамытқан дұрыс, және ол қай деңгейге дейін өте бір интенсивті дамытқан дұрыс? Бір жас мөлшеріне бір көңіл бөлген дұрыс бұл жерде? Енді мен былай айтайыншы, қазір бұл пікіріммен бәлкім кейбір кісілер келіспеуі де мүмкін, бірақ негізгі бізде бар ғой қазақта сөз, тәрбие бесіктен басталады деп. Негізі тәрбие одан алдын басталады да, яғни құрсақтан басталады негізінде. Ол қалай болады? Ол жаңағы ата-анасының сол баланы қалап дүниеге әкелді ма? Ол адалынан асын таңдады ма? Яғни бұл жерде мен қазір біраз жаңағы рухани неге кетіп жатырмын, бірақ негізі әуел бастама сол жерден басталады, құндылықтардан яғни. Өсе келе бала қазір шүкір заман дамып жатыр, заманнан қалмай біздің қоғамда өз білімдерін жетілдіріп жатыр. Яғни бала мысалға бастауышқа барғанға дейін оған еркіндік беру керек негізінде. Еркіндік беру керек. Енді еркіндік дегенді мен қалай түсінемін? Баланың жасағысы келген нәрсеге рұқсат беру. Әрине сіз оны қалағанды жаса деп қарап отырсыз ғой. Бір шеңберді, шекарасын сызасыз, бірақ егер ол шынымен де былай зиянды нәрсе болмаса, ол өзі үйренсін. Яғни тәжірибе арқылы ол үйрене бастайды. Ыстықтың ұстағаннан кейін ыстық екендігіне уже жақындамайды деген сияқты ғой. Енді мектеп жасында қазір мектепке келген балаларға қатысты айтатын болсам, менің ойымша біз балаларды өте көп сабақтармен жүктеп қойғанбыз. Өте нагрузка өте ауыр. Салыстырмалы түрде айтатын болсам, Қазақстандағы жүйені айтып отырсыз ғой? Қазақстандағы жүйені айтып жатырмын. Менің қазір үлкен қызым қазір 6 жаста, 1-ші сыныбын бітірді. Енді мен салыстырмалы түрде айтатын нәрсем, бұл жақтағы системада алғашқы бастауыш сыныптары жаңағы ойын форматында өтеді, жаңағы творчествоға үйретеді. Мысалға, тапсырма 1, құрал саймандар 1, бірақ нәтиже алуан түрлі. Оның мысалы мен былай айтайын сізге. Сізге құрал сайман ретінде қағаз берді, бояғыш берді, клей берді, қайшы берді, басқа берді. Енді тапсырма осыдан сіздер жаңағы табиғаттың бір бейнесін жасаңыздар. Енді ол жерде бір бала орманды салу мүмкін, бір бала жаңағы теңізді көрсету мүмкін, бір бала басқа өзінің көргенін, немесе мультиктардан көрген нәрсесін көрсету мүмкін ортаға. Енді мен оны таңғалған себебім, біз бір рет сол мектептің ішінде былай тур жасап аралаған кезімізде, стеналарын бір жағынан қарайсың, вроде бірдей бейнелер тұр, бірақ ерекшеліктері бар. Бір-біріне ұқсамайтын ерекшеліктері бар. Тура сол секілді тағы бір мысал, мұнда енді Хэллоуин деген тойланатын не бар ғой жаңағы мереке. Сол секілді Хэллоуин кезінде бұлар жаңағы асқабақтың бейнелерін салады әртүрлі. Енді кішкентайларға ол қызық қой. Енді тура сол секілді біз бір көрмеге бардық. Шынымен айтайын, 100-ден астам асқабақтардың түрі тұр. Біреу екіншісіне ұқсамайды. Барлығын балалар істеген. Суреттер салған? Суреттер емес, асқабақты бүйтіп ойып тұрып салған. Біреу күліп тұр, біреуі жаңағы бетін тыржитып тұр, біреуінде жаңағы шаштары бар, біреуінде жаңағы бояуы бар деген секілді. Әркімнің көзқарасы әртүрлі. Иә, көзқарасы әртүрлі. Сол арқылы творчестволық миымыздың креативность, яғни сол тұрғысынан дамуы да алға жүре бастайды. Ал енді қосымша тағы айтатын мәселе, ол егер менен 5 жыл бұрын сұрайтын болса, сабақ маңызды, қосымша жаңағы
факультатив болсын, немесе жаңағы спорттық, немесе өнер үйірмелері негізі қатты қажет емес деген ойда болар едім 5 жыл бұрын менен сұраса. Бірақ қазір менің ойым түбегейлі өзгерді. Бала тек қана оқу демей, онымен қатар да өзіне жақсы ұнайтын бір хоббиі болу керек. Оған жаңағы сурет көру мүмкін, ән айту болу мүмкін, би болу мүмкін, спорттық үйірмелер болу мүмкін. Сол тұрғыдан да ата-аналар қолдау көрсете білу керек. Ата-аналар көп жағдайда қазір мектепке асып қойған, көп жағдайда осы жауапкершілікті мектепке асып қойған, сабағыңа барып жатсың ба, күнделігіңді көрсет, сонымен шектеліп қаламыз өкінішке орай. Баланың жеке қажеттілігімен санаса бермейміз дейсің ғой, жаңа хобби деп отырғанды жақсы айтып өттің негізі. Мен осы бір хоббилер туралы біраз бір зерттегенім бар еді. Сол кезде жалпы өмірде өзін өзі тапқан адам хоббиі бар адам екен. Хоббиі бар, өзін бір сүйікті ісімен басы кетіп тұрып айналысқан адам. Мысалы сурет дейік, біреу ән айтуды жақсы көреді, біреу сурет салуды жақсы көреді деген секілді әртүрлі сала бар. Біреу есеп шығару, жаңағы робототехника, бір нәрселерді құрастырғанды жақсы көреді дегендей. Сомен айналысуына ерік берген, ата-анасы ерік берсе, немесе адам өзі сомен айналысса, кейін қай мамандыққа түсетінін, өмірде кім болатындығын таңдауы өте жеңіл болады екен. Ал ондай жоқ, ата-анасының ғана, жоқ сен мынамен айналыспайсың, меніңше сен мынамен айналысуың керек деген секілді. Бағытты, ата-ананың бағыты бойынша, қалауы бойынша жүретін балалар өзін өзі таппай қалады деген дүниені, сол хоббидің осы жерде бір қажеттілігін оқыған едім де, дұрыс айтып өттің негізі. Осы пікіріңізге бір қоса кететін нәрсе, негізі ата-аналарды кінәлай алмаймыз да, өйткені әрбір ата-ана баласына жақсы болсын деп қалайды. Яғни қазір мысалға мәселелердің бірі, біздегі өзекті мәселелердің бірі ол ұбт-дан кейін университетте қандай мамандық таңдау, қандай мамандықта грант көп. Енді әрине бұл жақта ешкімді біз қазір даттай алмаймыз, не үшін грант көп жерге тапсырасы деген сияқты. Ол әркімнің жаңағы жеке мәселесі. Бірақ ескеру мәселесінде келген кезінде баланың қалауы артқы планда қалып қойып жатады. Бірақ мен ойлаймын, егер баланың ойлаған бір көздегені бар болса, ол түбінде өз дегеніне жетеді. Тек қана ата-ана тарапынан қолдау болса. Тек қана ата-ананың қолдау болса, ол қолдауды тек қана материалдық тұрғыда емес, моральдық тұрғыда да беруге болады. Яғни біз қаншалықты балаларымызға жаңағы жылы сөз айтамыз, қаншалықты оның жасаған әрекеттеріне бір нәтиже көрсеткен кезінде онымен мақтан тұтатынымызды ескертіп айтамыз. Мысалға, балам, мен сенімен мақтан тұтамын. Не үшін мақтан тұтасың? Осындай жетістіктерің үшін. Даже жетістік болмаса да баламызбен біз мақтан тұту керекпіз. Ол өйткені баланың өз-өзіне деген сенімділігін арттыра бастайды. Заман өте келе ол балалар басқа өздерінің қатарластарымен тіл табысқанға пайдасы өте мол болады. Өйткені ата-анасынан жылулық, махаббат, поддержка сондай көрмеген балалар көп жағдайда өз-өздеріне сенімділігін жоғалтып алады уақыт өте келе. И ондай адамдар өкінішке орай жетістікке, бір нәтижеге жететін кезінде өте қиналады негізі. Тақырыбыңа қайттан оралсақ, дарындылық деген тақырыпқа, жалпы дарындылық пен қабілет пен дарын деген екеуі синоним ұғым ба? Біріншіден. Екіншіден, осы мысалға бір нәрсеге дарындылығы бар дейік, бір салаға бойынша. Одан кейін бізде мына қазақтан мынандай сөз бар ғой, жалпы қазақ қана емес, көп жағдайда дарындылық 1% болып, еңбек 99% болу керек деген әңгіме. Немесе қабілет, былай қарап тұрсаң, екеуі бір синоним ұғым секілді, бірақ екеуінің арақашықтығы жер мен көк дей ме, қалай өзі? Соны теориялық тұрғыда деп ғалым болған соң сұрай беріп жатырмыз енді. Өте жақсы сұрақ негізі. Енді мен қазақшасы қабілет дегенді skills дейміз ғой енді. Талант деуге келеді ме ол мәселе? Талант деген біз талантты сол дарындылық деген сөзбен көп жағдайда бір синоним ретінде қолданамыз. Мен былай айтайын, жалпы ағылшын тілінде giftedness бар, ол негізінде дарындық болды, және де талант. Екеуін енді синоним ретінде айналдырып, бір-бірінің орнын алмастырып қолданатын ғалымдар да бар. Бірақ осы тұрғыда екеуінің ара жігін
бөліп ажыратып берген бір ғалымның да тұжырымдамасы бар. Талант пен демек дарындылықты да бөлек қарап, иә, дарындылық деген ол бөлек, талант деген ол бөлек деп осының сипаттамасын берген. Құдайдан берілген талант дие, мысалы сондай ма? Былай айтайық, енді бұл ғалым, жаңағы Гене деген ғалым бар, тоже Франсуа Гене, француз болса керек. Бұл кісінің ұсынған тұжырымдамасында былай деп айтылады, giftedness, дарындылық деп атайық әзірге. Бұл яғни біздегі ішімізде сақталып тұрған, бірақ әлі дамып үлгермеген, яғни әлемдегі топ 1%-ке кіретін адамдар осы дарындылыққа жатады дейді. Ал әлемдегі топ 1%-ке кірген, жаңағы өзін жетілдірген азаматтар, олар талантқа жатады деп айтады. Яғни негізгі айырмашылықтары біреуінде жаңағы Құдайдан берген бір қабілет, ол жаңағы шыңдалмаған, ол белгілі бір дайындықтан өтпеген, бірақ соның өзінде әлемдегі 1% популяцияның үстінде, яғни бір рейтинг құратын болсақ, адамдардың қабілеті жағынан топ 1-ге кіріп тұрса, ол дарынды. Ал жаңағы дайындық тұрғысынан, практикалық тұрғыдан өзін жетілдірген бір азамат өзінің жаңағы саласында 1%-ның ішінде болса, ол талантты деп сөйтіп ажыратқанда. Бұның өйтіп ажыратуының себебі, былайша айтқанда, сонда кез келген адамнан талантты адам шығаруға болады ғой, дайындап деуге бола ма? Оқытып, дайындап. Былай айтайық, кез келген адамнан оқытып, дайындап, нәтиже шығаруға болады. Мәселе бұл жерде біздің талантты шығару мәселесі емес, нәтиже көрсету мәселесі ғой. Нәтиже көрсетуге болады, ал бірақ жаңағы тұжырымдама, сипаттама, анықтама тұрғысынан жаңағы берген қабілеті бар адамды дайындасаң, одан да керемет нәтиже аласың. Қабілеті бар адамды дайындасаң, ол мақсатына ертерек жету мүмкінсің, и нәтижені де жақсы береді деп айта аламын. Дидар, сен биыл 2-ші курста оқып жатырсың, шатаспасам? Әлі 2 жылың бар. Алла қаласа, болашақты бітіргеннен кейін отработка дейміз ғой, жұмыспен еліңе барып, қайттан елімізге барып еңбек ету, сонымен өту дегендей, СДУ университеті, яғни Сүлеймен Демирел атындағы университетте мұғалім болып қызмет етесің, оған дейін мектепте жұмыс істедің дегендей, педагог ретінде барып қайтадан атсалысасың елімізге. Осы білім саласына, Енді Америкада оқыдың магистратураны. Англияның жүйесімен таныстың. Ол жақта келіншегің оқыды. Қазір Шотландияда оқып жатырсың. Қазақстанда енді екі жағында да, жаңағы орта білім жағында да, жоғары білім жағында да істедің. Салыстырмалы түрде бір алатын, үлгі алатын, немесе мүлдем керек жоқ деген секілді дүниелерді ұстаз ретінде бәрін былай саралап жатқан шығарсың. Салыстырмалы түрде айтып бере аласың ба осы 3 мемлекеттегі дүниені? Айтарын айтамыз ғой, бірақ бұл орындала қоятын нәрсе емес. Бірақ енді айтайық, әрине кейбір мәселелер Қазақстан тұрғысынан өзгеріс жасалып жатқанын мен толықтай мойындаймын, өйткені университетте жұмыс атқару барысында сол өзгерістерді болып жатқанына өзім көзім жетті. Олардың біреуі жаңағы жоғары оқу орындарына автономияның берілуі. Автономия дегенде, яғни түбегейлі министрлік тарапынан бақыланбай, кейбір процестерде бостандық берілді. Университеттер бұдан былай студенттерді қанша балмен алғысы келеді, оны өздері шешеді деген секілді. Қандай сабақтарды бергісі келеді программаның құрамында, оны тоже өздері шешеді деген сияқты. Бұндай жақсы өзгерістер бар. Ал енді салыстырмалы түрде Американың ерекшелігі, құжатбастылық нәрсені айтып өтсең де болады негізі. Құжатбастылық әрине ол өз басына бір бөлек мәселе, бюрократия деген сияқты. Бірақ Америкадағы менің өзіме әсер еткен ерекшелік ол ұстаздар тарапынан бір қолдау. Өйткені әу баста мен алғашқы 3 айымда өте қатты қиналдым. Сол кезде неше түрлі ойлар келетін. Қайдан ғана келдім осы жерге? Өйткені
болашақта қалай еді, алғаш келген студенттер олар 1 жылдық дайындық курсына өтетін. Foundation. Тілдік дайындықтан, иә. Өзің тілдік дайындықсыз бірден түстің? Мен тілдік курсқа барғаным жоқ. Менде IELTS 7 болды, сол себепті қосымша тілдік дайындық курсына жолдама берілген жоқ. Қысқа айтқан кезде мені барды суға сала салды деп айтайық, сол жақта өзің жүзіп үйрен дегенде. Мен ол шетелдік системаны білмеймін, жаңағы сабақтарға өзің алдын ала тіркелу керек екендігін білмеймін. Сондай моменттерде маған университет тарапы қатты қолдау көрсетті. Және де қосымша ресурстар өте көп университеттің құрамында, мысалға жазу стилі бойынша көмек болуы. Академиялық жазу өте, егер практика жасамаған адам үшін өте ауыр, өте қиын дүние. Кітапхана жүйесі өте қатты ұнаған тұғын маған. Яғни қарапайым кітаптан бөлек университеттің студенттерге білімге деген қолдауы, кітапханадан сіз болу мүмкін адамның қарапайым бір ноутбук алуға қаражаты жоқ, бірақ университетте кітапхана сонымен сізді қамтамасыз етеді мысалға да. Және 24 сағат жұмыс істейді дегенді айтсайшы. 24 сағат ол өз басында бөлек ерекшелік. Ұлыбританияда система, жүйе біраз өзіндік дайындыққа бейімделген. Яғни сіз өз басыңызға, өз уақытыңызға берілгенсіз. Яғни сіздің басыңызда біреу отырып, ананы оқыдым ба, мынаны бүттім ба деп ешкім сүйреп отырмайды. Бұл жақта қиын нәрселердің бірі өз уақытыңа еге болу мәселесі. Өз уақытыңа еге болып, жақсы бір тайм менеджмент құра алсаң, барлығы жақсы болады. Жұмысыңда да, оқуыңда да, отбасыңда да деген сияқты. Ал бірақ осы тайм менеджмент мәселесін қатты меңгермеген адам үшін белгілі бір жағдайларда өте қиын күндер туады. Емтихан уақытында болуы мүмкін, жаңағы диссертация, тезис жазу барысында болуы мүмкін. Және де айда бір рет кездесетін жетекшілермен кездесулеріміз бар. Ол жерде жаңағы жетекшілердің тапсырмаларын, алдағы айға беретін тапсырмаларын жазып аласың, бұрынғы жасаған жұмысыңа олар талдау жасап, белгілі бір ұсыныстарын айтады. Жалпы сондай жүйе. Қазақстанда ақырындап болсын осы жүйеге ақырындап келіп жатыр ғой енді. Енді қазір білесіздер, шетел университеттерімен қарым-қатынас жасап, филиалдар ашылып жатыр. Мысалы Ақтөбеде қаласында Херет-Уат университетінің филиалы бар. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын Алматыда Демонфорт университеті ашылды Лестер қаласынан. Одан бөлек Аризона университетінің филиалы ашып жатыр. Қостанайда да, қателеспесем. Иә. Петропавл болса керек. Петропавлда ғой деймін. Және ол жаққа халықаралық бағдарламалар орталығының қатысы бар. Иә, әрине. Министрлік арқылы екі жақты келісім шартпен дегендей. Жалпы солай. Біз Қазақстан білімі прям артта емес, олай ешкім ойламасын. Осы жаққа келіп те өздерін қазақша, орысша айтқанда реализовать етіп жатқан азаматтарымыз баршылық. Ғалымның статусына келейікші, ғалым адам. Шетелде шыны керек. Ұстаздар өз алдына, ал университетте істейтін ғалым, немесе ғылыми зерттеу жұмысымен айналысып жатқан ғалым, өте жоғары бағаланады. Жалақысы өз алдына, жалпы былай дәреже тұрғысынан да, құрмет, сый жағынан да, ғалым адам, білімді адамды өте керемет құрметтейді. Соған кәдімгідей көзің жетті ме өзің? Мысалы өзің ғалымсың, зерттеу жұмысын жасап жатырсың қазір. Мен өкінішке орай өзімді әлі ғалыммын деп санамаймын, өйткені бәлкім оқуымды, PhD-имді аяқтағаннан кейін, атақ алғаннан кейін ғалым деп санауға болатын шығар. Әзірге біз әлі шәкірт үйренушіміз деп ойлаймын. Зерттеушімін деп айтайын. Ғалым дәрежесіне жеткен жоқпыз әлі күнге дейін. Бірақ ғылымның ішінде жүрсің ғой, ғалым, бір жағынан ғалым деп айтуға болады енді. Researcher дейді бұлар енді, зерттеуші дегенге көбірек мән беретін шығар бәлкім. Солай да шығар. Менің айтқым келетін нәрсе, бұл жақта ғалымдар тек жалақыға қарап отпайды. Яғни бұл жақта жаңағы
research grants деген мәселе бар. Бұл зерттеу жұмыстарына арналған белгілі гранттар. Бұлар жеке компаниялар тарапынан келуі мүмкін, бұл мемлекеттік ұйымдардан келуі мүмкін. Соларды сол салада зерттеуін жасаймын деген шешім қабылдаса, белгілі бір дәрежеде үлкен сомадағы гранттар ұтып алады. Соның арқасында зерттеу ары қарай дамып кете береді деп ойлаймын. Менің 2 жетекшім бар. Соның бірі осы жақында 3-4 ай бұрын ғана Австралияға іссапармен барды, бір айға болса керек. Сол іссапарында келгеннен кейін айтып беріп жатыр, не істеген, не қылғандығын. Олар белгілі бір кітапты қазір басып шығуға соның жұмысын жасап жатыр екен. Яғни қарап тұрсаң, мен қазір өз тезисімді жазу барысында қатты қиналам. Бұл кісілер бәлкім бір жылда 2-3 кітаптан бәлкім шығарып жатыр да. Және ескеретін мәселе, менің көзіме қатты тиген, батқан нәрсе, ол ғылыммен айналысып жатқан ғалымдары бір атақ, даңқ, пайда, ақша үшін емес, өзімнің артынан бір мұра қалсын. Еңбек, мұра, жаңағы ғылым атына бір менің де бір қосқан үлесім болсын деген оймен жүрді. Енді Алла қаласа өзіңде бітіріп барасың еліңе. Сен де ғалым ретінде, өз отаныңа деген, отаныңның алдындағы бір перзенттік борышың делік, ғалым ретіндегі парызың делік. Не істеген келеді? Мен шын айтсам, өзімді әлі күнге дейін ғалым атағымен... Ұстаз дейік онда, ұстаз. Ұстаздық, ұстаздық маған жақынырақ ғалым болғаннан. Яғни менікі өзімнің қызығушылығым болса керек, жаңағы жүйедегі бір өзгеріске бір ықпалым тисе, септігім тисе деген ойменде. Бұл енді қазір не үшін онда мен PhD жасап жатырмын деген сұрақта келуі мүмкін. Енді әу баста менің жоспарым осы университет академия жолында қызметімді жалғастыратын ойым болды. Сол себепті де өздеріңіз білетіндей қазір PhD өте маңызды жоғары оқу орындары үшін. Енді сол себепті қайтқан жағдайда мен өзімді әзірге сол жоғары оқу орындарында басқарушы қызметтердің бірінде көремін деп айтайын. Ол орта деңгейде болуы мүмкін, жаңағы кафедра меңгерушісі немесе одан ары деген сияқты. Бірақ негізгі ойым сол. Сол арқылы, сол білім жүйесіндегі бір қандай да бір кішкене болсын степ бай степ дейді ғой, өзгерістер жасауға қолымнан келгенше атсалысар едім дейсің ғой. Мына жақтан алған бүкіл best practices деп атаймыз ғой. Сол нәрселерді жинап отырып, біздің Қазақстандағы жоғары оқу орындарына енгізсек нұр үстіне болады деп ойлаймын. Енді мына нәрсе, мен шетелдік білімді бұлай идеализировать еткім келмейді. Бұл жақтың да өзінің жергілікті мәдениетке сай, басқа да факторларға сай өздерінің ерекшеліктері бар. Минустары да бар. Минустары да. Ерекшелік дегенде мен сол сыпайы түрде минустарын айтқым келген. Енді біз максималды тұрғыда жақсысын алып, сол жақсысын апаруымыз керекпіз ғой. Негізгі мақсат ой сол. Әрине, сол үшін тағы да айта кететін мәселе, білім саласын дамыту үшін қаржыландыру өте маңызды. Яғни қазіргі таңдағы Қазақстан білім жүйесіндегі қаржыландыру шын айтқан кезінде өте төмен. Осы жақтағы алып қарасаңыз, Англияда оқу ақысы өз азаматтарына 3-4 мың фунт жылына. Шетел азаматтарына 18 мың, 20 мың фунт. Яғни 4 есе, 5 есе өздерінің азаматтарынан қымбат ақша алады, шетел азаматтарынан. Бұл айналып келгенде өздерінің құрған жүйесі, оған қазір ештеңе дей алмаймыз. Бұлар өздерін сөйтіп дамытты. Сонау Маргарет Тэтчер заманынан жаңағы мемлекет тарапынан бюджет бөліну тоқтатылады. Соған қарай өздеріңізде жүйелеріңізді реттеңіздер, біз сіздерге ақша беру тоқтатамыз деп.
заман келе бұлар да үйренді. Шетел азаматтар бізге оқуға келсе, олардан біраз көптеп ақша алайық дегенде. Әрине бұл жақсы жұмыс жасап жатыр. Бұл жақтан қазір ойбай бұлар қымбат деп ешкім келмей қоймайды. Бір жағынан бұл ағылшын тілінің де бір жерде орны болып тұр ғой. Әрине, ол да бар. Тілдің отанына қандай баға болса да келейін деп тұр. Енді қазіргі жаһандану заманында ағылшын тілі кез келген салада керек қой. Сол үшін менің енді айтарым, ағылшын тілін меңгеруге тырысу керек жастайдан, кішкентай кезден, мектеп жасынан. Негізі әрбір қосымша тіл, ол бір бөлек адам дегендей, қосымша тіл білгеннің өзі үлкен есіктерді ашады деп ойлаймын. Әрине. Жаңа бір деңгейге жеткізеді, дүние танымды кеңейтеді дейсің ғой, Көп рахмет, Дидар. Сіздерге рахмет, керемет сұхбат болған сияқты. Алға қойған мақсат мұраттарыңа сүрінбей жетуіңе тілектеспін. Ғылыми зерттеу жұмысыңды өте жақсы жоғары деңгейде зерттеп, өзің ойлағандай бір нәтижелерге қол жеткізуіңе тілектеспін. Еліңе оралып, осы білім саласында өзің айтқандай ұстаздық етіп, жалықпай, Абай атамыз айтқандай, еңбегіңді сіңіре бер. Алла қуат берсін, бауырым. Аумин, рахмет. Енді көрермендерге айтатыным, біздің бүгінгі сұхбатымыз ұнаса, пікірлеріңізді жазып, үліпілдеріңізді басып, тағы да алдағы уақытта болашақпен, жалпы шетелде қандай сала бойынша оқып жатқан студенттерден, түлектерден сұхбат күтесіздер, соны жаза кетіңіздер. Біздің арнамызға жазылып, пікірлеріңізді білдіре жүріңіздер. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар.